Бүгін дағы 10-15 минут уақытымды көнігуге арнадым. Білесіздер, мен сіздерге айтып жатқам, ичім шығып кетті, аяқтарыма майлар пайда болды депші. Вот, майлар жоқ, кетті, шүгір. Ичімдағы кирді. Максимум 2 недели, 10 дней я позанималась, и мне уже нравится результат. Мен жашауыма Қаншагебел келгеннен бері, қыздар, кәдімгідей бардығын жеңіл қабылдап қаласың. Толып кетуден, тамақ жегенден дағы қорқпай қаласың. Себебі Қаншагебелде тура тамақтануыны, жада қалса суыну, қайсы малда қандай тура ичүүнү да үйрөтөт, психологияны да кәдімгідей өзгөртүп салат да. И я очень благодарна Айсележеге, то что кезінде катышып үйрөнгөн, үйдөгү жазай турган көнүгүүлөр менен азыркы учурга чейин өзүмдүн жашоомду жеңилдетип келем. И мне это очень нравится, я просто, девочки, кайфую. Жана кыздар, байкайсыздарбы, качан биз айымдар өзүбүзгө көңүл буруп, өзүбүздү көрүүгө сүйүп баштаганда энергиябыз көбөйөт жана ошол энергиябызды жакындарыбызга, үй бүлөбүзгө, жада калса жумушубузга дагы таасир этет да. Ошол себептен баардык нерсени өзүбүздөн башташыбыз керек. Эгерде сиздер дагы ушул көнүгүүлөрдү үйрөнүп, энергияңызды күчөткүңүз келсе, анда мен сиздерге Қаншагебел марафонун сунуштаймын. Бул марафондо сиздер артык салмактан арыла аласыздар, белиңиз ичкерет, шишиктерден, жел кабыстан арыла аласыздар. Бетти ичүү дагы сиздерге бонус катары үйрөтөт, туура тамактануу, жана психология жактан дагы сонун сабактар өтүлөт. Негизи бул курстун баасы 7000 сом, бирок азыр мынакей ошол ссылка аркылуу өтсөңүздөр скидка менен 990 сомго гана жаза аласыздар. Ошол себептен кыздар, өтүңүздөр, жазылыңыздар, өзгөрүүнү өзүңүздөрдөн баштаңыздар, сүйүүнү өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Анан бардыгы сонун болот. Орундар аз, жетишип калыңыздар, жазылыңыздар. Вот у нас еще 46, 44. Вот. Это что такое? 44, 40. Менің араласатын қыздарым бізде Queen Amor, иә? Үтіктелген отбасы қыздары. Бұл жерде Альбина Манажева бар, Гули бар, Айдон бар, Айдана Авен, және де Аруна бар. Осы 5 қыз болып араласамыз, тұрамыз. Көрші құрбы уже әпке болып кеткенбіз. Басқаларын енді білмеймін. Концертке барғанымды айтайын. Бір 40 жоқ жарты саат деп отырған шығар. Сосын сразу қайтып кеттім. Подругам шаруасы шығып болды, соның қасында кішкене жүрдім. Енді үйге қайтып келе жатырмын. Мен уже жаяу жүрсем шаршайтын болыппын. Жасым келіп жатыр ма білмеймін. Сол ертең таңғы 7-де үйден шығып кетуім керек, шаруалармен тоже. Сол үшін енді ертең ұйықтайын деп кетіп бара жатырмын. Погода вообще күшті, суперский болып тұр. Кіріп, Майданбек жақта енеме жаңағы йод сіңділер алып жатыр едім. Дикойлайға деп аптекадағы келіншек беріп жіберді. Мәз болып қалдым. Дикойлай қуанатын болды. Так приятно. Осындай адам болайықшы, пожалуйста. Бірімізге күшті жасайықшы. Рахмет. Скоро бұйыртса қайтадан жекпе-жек. Сонымен Серік жаңағы дыханиясын реттеп жүгіріп жүр. Мен группа поддержки болып келіп алдым. Ол анау яқта жүгір. Қайсы көріне ма? Вот он. Қой сияқты жүгіріп барды. Кейде Серікті аяп кетсем бар ғой. Негізі Серіктің сыйлап ойласы өте күшті. Тұрады, істейді, барады. Мен болсам бұлшиып жататын. Вот так вот. Күнде тренировка ойлаңыздар. Күнде. Таңертең тұрады, жүгіреді. Кеш жарық Серік. Сонымен алда үшінші шеңбер айналымда өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Тамаша. Одан кейін маған точно ответ керек. Сіз мені жақсы көресіз, жақсы көрмейсіз ба? Жақсы көремін. Келін сағат нешеде тұру керек? 5-те. Офигеть. Келін зарплатасын енесіне беру керек па? Жоқ. 5-те тұру керек дейді.
Ал сағат 10-да тұратын келіндерге қалай қарайсыз? Еще арасында просека ішетін келіндерге қалай қарайсыз? Иә, ішетін келіндерге қалай қарайсыз? Жаман қарайсыз ба? Ойбай. Ашулы қарай. Мен де Серікке бір жол жүгіріп таппын ғой. Давай. Күшті екен ғой жүгірген деп жарты кіріп айтып Өте Иә. Күшті. Күшті. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі балапандардың мейрамы құтты болсын, дендері сау болсын. Ең бастысы сол ғой. Ханды садикке апарып, қазір йогаға келдім. Тағы да жоқ болып кетемін енді. Алдында да айтып өттім ғой, барынша шығуға тырысамын деп. Кеше енді пятница күні хан ауырып, сөйтіп почти бір күн емдеумен айналыстым. Воскресенье күні жақсы болып қалды, Аллаға шүкір. Бүгін садикке апардым. Менде диплом жоқ, врачпын ғой. Хан туылғалы бері негізі больницаға жату деген нәрсе бізде жоқ. Әйтеуір Алланың қалауымен өзіміз емдеп, реттеп. Шүкір, енді бұйыртса ханды осы бір 2 айдың көлемінде жазда бұйыртса чекап өткізуім керек тоже. Алдында өзім өткем. Менде барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Енді ханды чекап өткізетін боламын. Апта берекелі өтсін.